күтпеген жағдай орын алды. Әсем қызымыз бір болайық жобасында орын алған жайтқа сонымен қатар Ақтөреге айтып тастады. Ақтөремен екі жаққа ажырасып кеткен Әсем қызымыз әлеуметтік желідегі ресми парақшасында Ақтөре жайлы мәлімдеме жасады. Әсем сырғалым атанған қыз деп отыр ғой. Өзінің сырғасын 5 ай бұрын алып кеткен. Сол кезден бастап бізде арақатынас тоқтаған. Арақатынас қол көтеру болған үшін тоқтады. Және де арақатынаста жүріп қызды үйіне шақыртып, тек төсек жайлы сөйлесетін еркекті менде болашақ жар ретінде көрмеймін. Қаншама переписка бар, қанша қызбен сөйлескені туралы. Мына жаққа салсам ертеңге дейін уақытым кетер. Арақатынаста осындай тірліктер жасап, бәрі тоқтағанда менің өміріме неге араласады? Деп жазды Ақтөренің экс-жұбы Әсем. Сонымен қатар Әсем тағы да сторис жариялады. Еркек басымен жамандап история салып қойыпты, еш нәрсе айтпай-ақ қояйыншы. Дәрежесіне түспейінші деп отыр едім. Бірақ сіздерге мені бір жаман қылып көрсетіп, өзі сүттен ақ судан таза болып отыр. Менде үндемей қалмаймын. Деп ашуға булықты Әсем қызымыз. Еске салайық, бүгін бір болайық жобасында Әсем мен Нұрболат тақырыбы 2 сағат талқыланған болатын. Тіпті Қапшағайда бірге түнеген деген әңгімелер айтылған болатын. Ал Ақтөре осы жайттан кейін бір болайыққа ат терлетіп келді. Желі қолданушылары жарыса жазды. Ақтөре, кім үшін ақталып отырсыз? Тас ғасырдан бері жүрсіз, 2 бағдарламада 8-ші сезонға келесіз ау мына түріңізбен. Ақтөре молодец, қызын қорғап келген. Бұл жерде түнет деп шығарып отыр ғой. Мән жайды білмей қызының ондай емесін біліп отыр ғой. Өзі кінәлі. Көнбейтін қыз жоқ, көндіре алмайтын еркек болады. Деп жарыса жазды көрермендер мен желі қолданушылары.